Қазақ тіл сабағына қош келдіңдер. Балалар ынтымақтастық атмосферасын қалыптастырып алайық. Қазір сенің есімің әдісі арқылы сыныпта жағымды ахуал тудырайық. Әр бала өзін жоғары бағалауға үйренеді бұл әдіс арқылы. Қазір әр оқушы өз есімімен таныстырып, есімінің бірінші әрпіне жағымды сөз айтады. Қане бастайық балалар. Менің атым Асқар, бірінші әрпім А. Мен алтынмын. Жақсы. Келесі. Менің есімім Сабина, бірінші әрпім С. Мен сұлумын. Керемет. Менің есімім Гүміш, бірінші әріп К. Мен Гүлмін. Жақсы. Менің есімім Амалия, бірінші әріп А. Арманы асқақ адаммын. Керемет. Менің есімім Айым, бірінші әріп А. Мен адамгершілігім мол адаммын. Менің есімім Карина, бірінші әріп К. Мен келбеттімін. Менің есімім Азалхан, бірінші әріп А. Мен ақ көңілді жігітпін. Мен ақ көңіл жігіттің. Керемет. Менің есімім Павел, бірінші әріп парасаттымын. Мен парасаттымын. Жақсы. Павел өте жақсы. Нақып. Келесі өздерін таныстырыңдар балалар. Менің есімім Шәкірбек, бірінші әріп Ш. Мен шыдамды жігітпін. Жақсы. Менің есімім Серік, бірінші әрпім С. Мен өте сабырлы жігітпін. Менің есімім Виктория, бірінші әріп В. Веселая, көңілді. Қазақ тіліне аударғанда көңілді екен, иә? Менің есімім Виолетта, бірінші әріп В. Веселая, қазақ тілінде шыншыл, мен шыншыл қызмын. Жақсы, тамаша. Менің есімім Ниязбай, бірінші әріп Н. Мен намысты жігітпін. Керемет. Менің есімім Алина, бірінші әрпім А. Мен адал адаммын. Мен адал адаммын, жақсы. Менің есімім Арсен, бірінші әріп А. Мен ақылдымын. Менің есімім Артем, бірінші әріп А. Аспандай бекпін. Өздерімен танысып алдық енді. Балалар, қазір сабағымыз бастамастан бұрын адасқан әріптер әдісі арқылы топқа бөлініп алайық. Қан балалар, тақтаға шығып, мына адасқан әріптерді реттеп орындарын келтіріп, екі топтың атын шығарып алайық. Бәріктерін бірге жұмыс істейміз, балалар. Кел, мына жақтан кел. Қарина, мына кел. Қандай сөздер шықты балалар? Тағам және биотехнология. Тамаша балалар. Қазір енді тағам тобы. Тағам тобын тапқан балалар. Бірінші қатар отырамыз, бірінші қатарға. Сендердің топтарының аттары тағам болады. Балалар, үй тапсырмасын миға шабу әдісі арқылы пысықтап алайық. Қазір сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ, биотехнология дегеніміз қандай ғылым балалар? Биотехнология болашақтың ғылымы. Биотехнологияның термині биос тіршілігі мен техник, өнер және шеберлік дегенді білдіреді екен. Отыра ғой, тамаша. Екінші сұрағымызға қараймыз балалар. Қазіргі кезде Қазақстандағы биотехнология саласындағы зерттеулердің деңгейі қандай екен балалар? Зерттеулердің деңгейі. Амалия? Қазіргі кезде Қазақстандағы биотехнологияны саласындағы зерттеулердің деңгейі орташа өткенде бұл енді дамына келе жатқан жас ғылым. Жас ғылым. Екенті бізде еліміздің мамандарының биотехнологияның енді ғана біздің дамып келе жатыр. Биотехнологиясы саласындағы жасап жатқан зерттеулері бар. Яғни фармацевттердің тағы да ауыл шаруашылық өндірісінде жасалып жатқан зерттеулер бар екен. Отыра ғой, жақсы. Келесі сұрақ балалар.
Қазақстанда биотехнология саласының мамандары жеткілікті ме? Қазақстанда биотехнология саласының мамандары жеткілікті ме, балалар? Кім жауап береді бұл сұраққа? Айым, айта ғой. Менің ойымша, біздің елімізде биотехнология саласының мамандары жеткіліксіз, себебі биотехнология саласы өздігінен дамымаған және жаңа сала болып табылады. Бірақ қазіргі уақытта көптеген адамдар осы салаға барып жатыр, сондықтан болашақта биотехнология саласы мамандары көп болады деп ойлаймын. Тамаша, керемет, айым, жақсы. Келесі сұрақ. Саған биотехнолог мамандығы ұнайды ма? Не себепті? Шакирбек. Маған биотехнолог мамандығы ұнайды. Себебі ол заманауи мамандық. Ол қалған жұмыстардан қарағанда ерекше. Ол өнімдердің өндіріс мәселелерін шешуі. Дұрыс, тамаша, өте жақсы жауабыңыз. Келесі сұрақ, 5-ші сұраққа келдік, балалар, тақтаға қараймыз. Антиген ғылыми әдістік кәсіпорын туралы не білеміз, балалар? Біз өткен сабақтарда өткенбіз. Азалхан. Антиген ғылыми өндірістік кәсіпорны 2001 жылдан 2017 жылға дейін 47 препарат әзірлеп өндіріске енгізген. Өте жақсы, керемет екен. Ең соңғы сұрақ, балалар, биотехнология орталығы өсімдік биотехнологиясы саласында қандай жаңалықтар ашты, Алина? Биоэтанол өсімдіктен шикізаттың алынатын спирт. Қазіргі күні дүние жүзі 95 маркалы бензинді қолданады. Бензиннің 10%-ын мұнайды алынбайтын биоэтанол құрайды екен. Оның құрамында ауаның ластайтын зиян зат жоқ. Ауаның ластайтын зиянды зат жоқ. Биоэтанол деген ол не? Ол спирт, я? Спирт, өте жақсы. Тамаша, балалар, керемет. Балалар, биотехнология термині қазақы жалпы тілмен айтқанда өнімді жасап шығару ретінде қолданылады екен. Мысалы, күнделікті тәжірибемізде, балалар, бұрыннан бері аталарымыз, апаларымыз, әжелеріміз ашыту арқылы айраннан сүттен, балалар, айран, қымыз, шұбат, ірімшікті алған. Бұл әдістерді адамзат бағы заманнан бері қолданып келеді. Бірақ қазіргі тілмен айтқанда сүтті қышқыл өнімдерге айландыратын бактериялар бар екен, білмеген екен, балалар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы биотехнологияның қандай саласы деп ойлайсыздар, балалар? Тағам биотехнологиясы. Өте жақсы, балалар. Тақтаға қараймыз, тағам биотехнологиясы. Енді, балалар, сабағымыздың мақсаты мен бағалау критерийімен танысып алайық. Тақтаға қараймыз. Сабақтың мақсаты барлығы орындай алады. Биотехнология жаңалықтары, тағам биотехнологиясы жайлы ақпаратты ұғымдарды меңгересіңдер. Көбісі орындай алады. Тақырып аясында қазақша мәтіндерді талдайды, жаңа сөздерді меңгереді, сөйлеу мәдениетін қалыптастырады. Кейбір оқушылар орындай алады. Жазба жұмыстарында шартты бағыттыл сабақтас құрмалас сөйлем құрастырады. Бағалау критерийлерімен танысайық, балалар. Оқушының төменгі жетістігі тақырыпқа қатысты ақпараттар береді. Ауызша сұрақтарға жауап береді. Оқушының орташа жетістігі тақырып аясында сыныптастармен тілдеседі, өз ойын айтады. Ал оқушының жоғарғы жетістігі тақырыпқа қатысты сыныптастармен пікір алмасады, мәтін құрайды. Олай болса, балалар, қазір дәптерлерімізді ашамыз да өкілдерімізді жазамыз, сабақтың тақырыбын жазып алайық. Ал, балалар, жазық болса, бірмен танысып алайық. Жаңа сөздер, балалар, тақтаға көңіл аударайық экранға. Жаңа сөздер. Біріншісінде нету, лечение и болезнь. Жақсы. Келесі, Амалия. Алина. Улпа, пушок, чесанец. Пушок, чесанец екен, аға, улпа. Келесі сөз, Артем.
Будандастыру, гибридизация. Гибридизация. Дұрыс. Келесі сөз Аслан. Жылыжай теплица. Жылыжай теплица екен. Келесі сөз мына топтан Вика. Дұрыс. Келесі Арсен. Ашыған, Клашевый. Серік. Маман специалист. Маман специалист екен. Жақсы балдар. Жаңа сөздермен танысып алдық. Енді балдар, мына топ. Осы жаңа сөздермен сөз тіркестерін құрастырасыңдар. Тағам тобы. Ал биотехнология тобы сөйлемдер құрастырасыңдар. Осы жаңа сөздермен. Дайындаламыз балар, тез-тез. Дайын болсаңдар, тұрып қолдарын көтеріп айта беріңдер. Дайындарың бар ма? Тағам тобы дайын екен. Жақсы. Арсен. Қай сөзбен сөз тіркесін құрастырасыңыз? Будандастыру, аға? Эдис будандастыру. Эдис? Эдис. Будандастыру әдісі. Тамаша, отыра ғой. Келесі, тағы. Сабина? Ауыр дерт болады екен, дұрыс. Адалхан, қайтышы? Жайлы жылыжай. Жайлы жылыжай болады екен. Вика? Нәрлі тағам. Нәрлі тағам болады, тамаша. Келесі? Виолетта? Ұлпа қар болады екен, жақсы. Тағы? Маман сөз қалып қалды балалар. Ашыған сөз, маман сөз қалып қалды, тез-тез. Ашыған не болады? Süt. Ашыған süt, ашыған айран, жақсы. Ашыған тағам. Одан кейін маман сөз, маман. Маман, жақсы маман, білікті маман. Тамаша. Келесі топ. Биотехнология тобы. Сендерге сөйлем құрастыру берілген, не Артем? Қай сөзбен сөйлем құрастырасыз? Қымыз көптеген дертті емдеуге көмектеседі. Қымыз көптеген дерттерді емдеуге көмектеседі екен. Тамаша. Келесі Ұлпа, Пушок, Ұлпа, Алина. Қазақстан ұлпа өндіруден әлемнің бойынша 6-шы орын алыпты. 6-шы орында жүрген, е? Ұлпа өндіруден. Жақсы. Келесі сөз. Будандастыру. Айта беріңдер, қай сөзден болсын, қай сөздерін дайын, соған айта беріңдер. Биотехнологияның көмегімен көкөністі будандастыру арқылы жоғары сұрыпты алуға болады. Жоғарғы сұрыпты жаңа өнім алуға болады, е? Тамаша. Келесі. Қыста көкөністер жылыжайда өседі. Қайттан оқыш, естілмей қалды. Қай сөзбен сөйлеп құрастырдың? Қыста көкөністер жылыжайда піседі. Аха, қыста көкөністер жылыжайда піседі екен. Жылыжайдың орысшасы қандай, Карина? Карина, жылыжайдың орысшасы? Теплица. Тамаша. Келесі сөз кімге? Балалар, келесі сөз. Құрт жасау үшін сүт ашыту керек. Құрт жасау үшін сүт ашыту керек. Керемет, жақсы. Тағы маман сөзі қалды сендерде балалар, маман сөзі. Гүміш. Мұғалім өз ісінің маманы. Қалай? Мұғалім өз ісінің маманы. Мұғалім өз ісінің маманы екен. Жақсы балалар, керемет балалар. Енді балалар тағы да экранға көңіл аударайық. Бейнежазбаны мұқият тыңдап көреміз балалар. Келесі тапсырма осы бейнежазба арқылы болады. Мен биотехнология, ғылыми пән және өндірістік технология есебінде тірі жасушаның биоөндіргіштік белсенділігін зерттеуге, сапалы өндірушілік қабілеті бар және әртүрлі салаларда, ауыл шаруашылығында, фармацевтикада, тағам өнеркәсібінде, биоэнергетикада, биоэлектроникада, тағы басқа салаларда қолданылады. Осы салалар негізінде ұсыныстың көп болуына қарай мен жетістікке жеттім.
Ал енді биотехнология кафедрасы туралы айтасыз. Биотехнология кафедрасы қазіргі таңда биотехнология кафедрасының түлектері фармацевтикалық, микробиологиялық және басқа да салаларда қызмет атқаруда. Биотехнология кафедрасының мамандары әртүрлі қызмет саласы бойынша әлемдік деңгейде үлкен сұранысқа ие. Жақсы балалар. Балалар, енді көріп тыңдағанымызды постер атысы арқылы қорғап шығамыз балалар. Биотехнология болашақтың ғылымы. Сендер осы тақырыпты қорғайсыңдар. Екінші топ, тағам тобы, биотехнолог мамандығы. Қазақтың ұлттық тағамы құрт арқылы бағалаймыз. Өздерің топтарыңды бағалайсыңдар, иә? Қай топ дайын балалар? Олда уақыт аз қалды. Балалар, сабағымызды қазағымыздың ұлттық тағамы құрт арқылы бағалаймыз. Топ басшысы Арсен жауап берген бағаларға құрт тарату арқылы бағалайсың. Мына жерде, мына топта Шәкірбек. Ал, қайсыңдар ма балалар? Қай топ бірінші бітті? Биотехнология тобы. Жақсы. Айта қойыңдар. Биотехнология дегеніміз ол ғылыми пән. Өндірістік технология. Биотехнологиялық товарлар, жасушалардың зерттеуі, заманауи ғылым. Биотехнология арқылы энергияның өзге көзін табуға болады. Биологиялық процесстер. Биологиялық процесстер екен, дұрыс, тамаша. Жақсы. Келесі топ, сендерге қандай тақырып берілді? Кім жауап береді балалар? 2 минут. Саған 2 минут керек па? Жақсы. Дайынбыз. Ал, айта қойыңдар. Биотехнолог маманы. Ғылыми зерттеу институтында өндірістік зертханаларда техник немесе технолог болуға болады. Дұрыс, жақсы, тағы. Түрлі қоспаларды араластырып, жаңа тағам өнімдерін шығарады. Биотехнология өндірісінде технолог болып жұмыс істеуге болады. Биология, химия пәндерін жақсы оқу керек, жиынтық баған 95 немесе 100 балдан кем болмауы керек. Биотехнолог селекционер немесе мектепте биотехнология пәнінің мұғалімі болып жұмыс істеуге болады. Медицина саласында дәрі-дәрмек шығарады. Ауыл шаруашылық биотехнологиясының маманы болуға болады. Ауыл шаруашылықта жаңа тұқымдар ойлап табуға болады. Тамаша, яғни биотехнолог мамандығы ол заманауи мамандық екен, иә балалар? Балалар енді екі топ бір-бірін бағалап жіберсінші. Тағам тобы, биотехнология тобының жауабы қандай болды? Балалар, қалай ойлайсыңдар? Менің ойымша жақсы болды. Өте жақсы болды, иә, жақсы. Ал биотехнология тобы тағам тобының Тағам тобы да өте жақсы жауап берді әрбір сұраққа. Өте жақсы жауап берді. Жақсы балалар. Балалар, енді сабағымызды ары қалай жалғастырамыз. Жалғасын тан әдісі арқылы балалар сөйлемдер құрастырамыз. Өткен сабақтарда балалар, біз шартты бағынтылы сабақтас формалар сөйлемді өткенбіз. Естеріңде ме? Шартты бағынтылы сабақтас формалар сөйлем дегеніміз не? Есіңізге түсірейікші балалар, кім айтады? Шартты бағынтылы сабақтас формалар сөйлем дегеніміз не? Балалар. Ал, балалар, дайын тобымыз серік. Қымызды ем ретінде пайдаланса, құрт ауруының алдын алады. Тамаша. Келесі, Азалхан. Биотехнология ғылымы елімізде қарқынды дамыса, халық табиғи таза өнімдерді пайдаланады. Жиі пайдаланады екен. Жақсы. Келесі, Язбай. Ыстық құны адам шөлдісі қымыз сусынды қандырады. Қайдадан? Ыстық күнде. Ыстық құны адам шөлдісі. Шөлдесе. Шөлдісі. Қымыз сусынды қандырады. Тақтаға шығып жаз сөз сөйлемді. Язбай. Жақсы, келесі топ.
Келесі топ. Келесі топтың Күтімді қажет етпейтін өсімдіктер шөптерде өсірсе болашақта олардың алынатын целлюлоза арқылы еліміздің жанар жағармайға толық жабуға болады. Тәуелділігін толық жабуға болады. Иә. Жақсы отыра ғой. Келесі. Келесі сөйлеусіңге, Алина. Биоэтанол жанармайын қолдаса ауа таза болар еді. Жақсы, тақтаға ашып жаза ғой сөйлеміңді. Келесі, Паша. Жаңа ғылым жұмыслер жүргізілсе, биотехнология ғылымы жақын арада жоғары нәтижеге қол жеткізу мүмкін емес. Жаңа ғылыми жұмыстар жүргізілсе, биотехнология ғылымы жақын арада жоғары нәтижеге қол жеткізуі мүмкін емес екен. Мына сөйлемді жазған кім? Амина. Биоэтанол жанармайын қолданса, ауа таза болар еді. Балалар, топ басшылары, бағалаймыз, бағалауды тоқтаймыз. Ыстық күні адам шөлдесе қылмыс сусыныңды қандырады екен, я? Жақсы. Бұл қандай сөйлем екен? Шарттық сабақтас құрмалы сөйлем. Шартты бағанқы сабақтас құрмалы сөйлем екен. Дұрыс. Шартты бағанқы сабақтас құрмалы сөйлем қалай жасалады екен? Яғни бағаныңқы және басыңқы сөйлемдер арқылы жасалады екен. Тамаша, отыра ғой Серік. Балалар, енді кітаппен жұмыс жасайық балалар. Кітабымызды ашамыз, оқулықты ашамыз. Оқулықтағы 36-шы беттегі 5-ші тапсырманы оқимыз балалар. Балалар, 36-шы беттегі 5-ші тапсырманы іштеріңізден оқып аударамыз. Сосын осы тапсырма бойынша жұмыс жасаймыз балалар. Балалар оқып болсақ, тақтаға, экранға көңіл аударамыз тағында. Мынау сәйкестендіру кесі арқылы балалар ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтап, сөйлемдерді аяқтаймыз. Кеттік. Бірінші сөйлемді кім оқиды балалар? Алина. Сын тұшылы фармацевтикада кондитерлік өндірісте тері бойындағы бояу жуғыш ұнтақ шығаруда пайдаланады екен. Сүт қышқылы, фармацевтикада, кондитерлік өндірісте тері бұйымдарын бояу жуғыш ұнтақ шығаруда пайдаланады екен. Ал келесі топтан балалар, келесі топтан бар ма жауап? Кім айтады балалар? Кім? Келесі топ, Азалхан. Қымыз ашығанда пайда болатын сүт қышқылы адамның тез сауығып кетуіне ықпал етеді. Дұрыс па балалар? Дұрыс емес. Кім жөндейді балалар жауабын? Вика. Қорытылуына көмектеседі. Жақсы. Дұрыс жауабы осы екен. Келесі сөйлем балалар. Келесі Алинадан басқа адам жүргізсеңге ма? Гүміш. Қымыз құрт ауруының алдын алады, астың жақсы қорытылуына көмектеседі. Дұрыс па балалар? Дұрыс емес. Кім дұрыс жауапты айтады? Аслан. Адамның тез сауығуына қымыз құрт ауруының алдын алады. Адамның тез сауығып кетуіне ықпал етеді. Балалар, қымыз құрт ауруының алдын алады екен. Және адамның тез сауығып кетуіне ықпал етеді екен. Жақсы балалар, тамаша. Енді келесі тапсырмаға көшейік балалар. Қазір балалар, сабағымыздың мәресіне жетіп қалдық, кері байланыс жасаймыз. Балалар, кезбе тілші арқылы
сабақты пысықтап қорытайық. Балалар, мен хабар арнасынан келіп тұрмын сендерге. Қазір осы бүгін сендер тағам биотехнологиясы, биотехнология туралы сабақ өтіп жатқандарын естіп, сендерге сабақты қалай меңгергендеріңді білу үшін сұрақ қоюға келдім. Сұраққа жауап беруге дайынсыздар ма, балалар? Жақсы. Кеттік, бірінші сұрақ, балалар. Биотехнология практикада нелерді қолданады? Биотехнология практикада нелерді қолданады? Тағы кім айтады, балалар? Жауап беретін балалар бар ма? Балалар, сабаққа бәріміз қатыстық, бәріміз тыңдадық. Ал Арсен айта ғой. Биотехнология практикада сапалы әрі таза өнім алу үшін тірі ағзалардан қолданады. Тірі ағзаларын қолданады екен. Тірі ағзалар ол қандай ағзалар айтыңдаршы, балалар? Қандай тірі ағзаларды білеміз? Өткен сабақтарда біз өттік. Олар өсімдіктер, жануар және жасушалар, дұрыс, бактериялар, міне осыларды пайдалану арқылы жаңа өнім шығарады екен. Тамаша, отыра қойды. Келесі сұрақ, балалар. Ежелден сүт өнімдерін пайдалануда биотехнологияны қолданған ба? Айта ғой. Әрине, апаларымыз, әжелеріміз бұрыннан қышқыл сүт өнімдерін алуының, яғни айран, шұбат, қымыздан алуының жатқыз болады. Яғни, апаларымыз, әжелеріміз бұрыннан қышқыл сүтті өнімдерді алуын, яғни айран, шұбат, қымызды осы сүт қышқылдарынан алған екен. Тамаша, отыра ғой. Келесі сұрақ, балалар. Қазіргі таңда зиянсыз тағам өнімдерімен қамтамасыз етуде биотехнологияны пайдаланудың рөлі қандай, балалар? Кім айтады? Кім жауап береді бұл сұраққа? Кім жауап береді? Виолетта, Ниязбай, кім жауап береді? Айым жауап бере ма? Жақсы, айта ғой, Айым. Биотехнологияның рөлі түрлі өндірістік үдерісте өнімді алу барысында оған химиялық емес, табиғатта кездесетін табиғи өнімдерді қолдану. Жақсы, тамаша. Келесі сұрақ, балалар. Біздің елімізде биотехнолог мамандары қажет па? Біздің елімізге? Әрине, биотехнологияның таза аз, категориялық таза өнім деген ұғымды білдіреді. Сондықтан Қазақстан дамыған елдің қатарына кіру үшін болашаққа мықты денсаулықпен кіру елдің қажет екен. Яғни мықты денсаулықпен кіруіміз қажет екен. Жақсы, балалар. Сонымен, балалар, бүгін біз сабағымызда нені білдік, нені меңгердік, балалар? Сабағымызда биотехнология дегеніміз не екенін, қандай ғылым екенін, дұрыс, тағы оның түрлерін, кафедраларын, дұрыс, биотехнологияның түрлерін, салаларын, биотехнология кафедрасы дедік. Ол кафедрасы арқылы біз нені білеміз? Кафедра арқылы біз мамандарын білеміз. Биотехнолог мамандар туралы біледі екенбіз. Тамаша, шәкірбек, отыра ғой. Балалар, биотехнолог мамандары қандай қызмет атқарады, қандай салада жұмыс істейді, балалар? Екінші топ, жауап береміз. Сабағымыз қорытып жатырмыз, балалар. Биотехнолог мамандары қандай салада жұмыс істейді екен? Осы тақырыпта жаңа біз постер құрағанбыз сабағымыздың барысында. Биоинженерияда. Биоинженерия, орнымыздан тұрамыз. Биоинженерияда, медицинада, дұрыс. Ауыл шаруашылық өнеркәсібінде, міне осы салаларда, балалар, биотехнолог мамандығы үлкен сұранысқа ие екен. Жақсы, балалар, тамаша. Үй тапсырмасын жазып аламыз. Қымыз туралы сабақта өтілген ақпараттарды пайдаланып, балалар, жарнама жасап келеміз. Қымызды жарнамалаймыз. Ал енді, балалар, топ басшылары бағалау парақшаларымызды алып, топтарымызды бағалап жіберейік тездетіп. Ал қай топ бастайды екен, балалар? Тағам тобы: Айым 8 балл, Виолетта 8 балл, Сабина 7 балл, Вика 6 балл, Ниязбай 6 балл,
Серік 7 балл, Азалихан 8 балл, Арсен 7 балл. Биотехнология тобы. Аслан 7 құрт алып 7 балл алды. Шакирбек 8 құрт алып 8 балл алды. Гүмеш 6 құрт алып 6 балл алды. Алина 7 құрт алып 7 балл алды. Карина 6 құрт алып 6 балл алды. Артем да 6 құрт алып 6 балл алды. Павел 7 құрт алып 7 балл алды. Амалия 8 балл алды. Және де құрт 7 құрт. Тамаша, жақсы. Орындарымыздан тұрамыз балалар. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңа көп рахмет балалар. Осымен сабақ аяқталды.